Қайырлы кеш қыздар, бүгін сіздермен осындай тұздалған 40 қабат рецептін ұсынамын. Жасалу өте оңай әрі дәмді, жасап көріңіздер. Бұдан да басқа рецепттермен жасап көрсеңіздер болады. Кейбір жерлерде су құйып та жасайды екен, ал мен су құймай жасадым. Ол үшін ең алдымен 40 қабатты жақсылап майдалап турап аламыз. Сәбізімізді үккіштен өткіземіз. 3-4 лавр жапырағын саламыз. Татымына қарай тұз саламыз, және де қара бұрыш саламыз. Жақсылап мұжғылаймыз. 40 қабатпен сәбіздің сөлі бөлінгенше жақсылап араластырамыз. Согы шыға бастаған уақытта тоқтатамыз. Арнайы ыдысымызға салып, үстіне ауыр зат бастырып қоямыз. Мен үйдегі банкаға су құйып, үстіне бастырып қойдым. Жылы жерге 3 күнге қойып қоямыз. Арасында көріп қарап тұрыңыздар. Марлыны 1 күн өткеннен кейін алып тастайсыздар. 3 күн жылы жерде тұрғаннан кейін алып, қолдана бересіздер. Енді бұны салқын жерге қойып қою керек. Астарыңыз дәмді болсын, өте дәмді әрі оңай. Жасап көріңіздер.